Олай болса, сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, әріптестер, ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі біздің вебинарымыз өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғам филиалы Маңғыстау облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының аға оқытушысы тренер Қараева Айман бүгінгі қазір адамдарды қабылдап жіберейін. Вебинарымызды бастаймыз. Біздің аталған вебинар оқу жылының басталуына байланысты түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында ұйымдастырылғалы отыр. Өзіміз білеміз, қазір елімізде орын алып жатқан төтенше жағдайларға байланысты, қашықтықтан оқытуға байланысты бірнеше сауалдар, сұрақтар орын алып жүргендігін және күнделікті осы жаңағы санитарлық эпидемиологиялық ахуалдарға байланысты бірнеше өзгерістер енуде және өзгерістер болып отырады. Соған байланысты біздің арнайы өрлеу Маңғыстау өрлеу сайттарынан қандай жаңашыл өзгерістер болып жатқандығын, сонымен қатар білім бөлімі, Маңғыстау бойынша білім бөлімі сайтынан хабардар болып отырсаңыздар болады. Сонымен қатар өзіміздің мектебімізге немесе ата-аналар, жетекшілеріміз осылардың барлығын бізге жеткізіп отыратын болады. Қазір мен адамдарды тағы қабылдап жүрмін. Енді кедергі жасайды. Так. Барлығымыздың дауыстарымызды өшіріп қоямын. Қосылып кетіп жатса, өздеріңіз өшіріп қоярсыздар, жақсы ма? Жақсы, олай болса вебинарымызға оралайық. Қашықтықтан оқытуда ұйымдастыру бойынша ата-аналар мен оқушыларға арналған вебинар. Қазір адамдарды қабылдап жүрміз. Микрофондарымызды сөндіріп қоя қояйық, әріптестер. Жақсы. Жалпы бүгінгі біздің вебинарымызда қашықтықтан оқыту форматы туралы айтылатын болады. Сонымен қатар кезекші сыныптар бойынша мағлұматтар беріледі. Сонымен қатар аралас күндізгі оқу формалары бойынша бірнеше мәліметтер берілетін болады. Бұның ішінде мектеп алды даярлық бойынша, сонымен қатар 1-11 сыныптарға байланысты. Жақсы. Барлығымызға аян 1 қыркүйек білім күні дей тұрғанмен де мектептерде білім күніне және оқу жылының басталуына арналған онлайн линейкалар өтеді. Балаларыңыз мектепке келмейді, тек қана онлайн линейкаларға қолжетімді құрылғылар мен байланыс құралдары арқылы қатысатын болады. Қазір тағы адамдарды қабылдаймын. Мектеп алды даярлық сыныптары 1-4 сынып оқушылар үшін ата-аналарының өтініші бойынша мектепке кезекші сыныптар ашылады. Бұл біздің Қазақстан Республикасы бойынша әр облыс қаланың санитарлық эпидемиологиялық талаптарының жағдайларына қарай өзгеріс табуы мүмкін. Мысалға, кезекші сыныпта бұл жерде нақты өзінің ережелері бар. Мысалы, кезекші сыныпта бұл жерде тек қана 15 оқушыға дейін оқытылады. Яғни 15 оқушыдан артық баланы қабылдамайтын боламыз. Сонымен қатар әр кезекші сыныпқа бөлек мұғалім бекітіледі. Егер ата-аналар балаларын мектепке жібермеуді ұйғарса, онда мектеп балаларды қашықтықтан оқытады. Яғни кезекші сыныптар ашылғанмен де сіз оған өзіңіздің балаларыңызды немесе ата-ана ешқандай өтініш жазбай, баласының қауіпсіздігін ойлайтын болса, өзі өтініш жазу арқылы кезекші сыныптарға қатыстырмай қашықтықтан білім алуын жалғастыруға болады. Бұған рұқсат берілген. Ары қарай қашықтықтан оқытуда қолжетімді құрылғылар мен байланыс құралдары пайдаланылады. Яғни интернет платформалар, бұл жерде қазір ол бойынша бөлек тоқтатып айтып кететін боламыз. WhatsApp желісі, сонымен қатар компьютер, ноутбук және планшет. Келесі, санитарлық эпидемиологиялық ахуалы жақсы елді мекендегілер мектептерде мектеп алды даярлық, сонымен қатар 1-11 сынып оқушылары қалыпты режимде оқытылады.
Бұл жерде де жаңағы азғантай ерекшеліктер бар, немесе мән беретін жағдаяттар бар. Бұлар жаңағы санитарлық талаптар қатаң сақталған жағдайда, егер ата-аналар балаларын мектепке жібермеуді ұйғарса, қазір мен адамдар тағы қалдырып жіберейін, алаңдатып отыр. Егер ата-аналар балаларын мектепке жібермеуді ұйғарса, онда мектеп балаларды қашықтықтан оқытады. Яғни қандай да жағдай болмасын, ол елдегі Қазақстан Республикасы бойынша кейбір жаңағы ауылдық жерлер, немесе кейбір жаңа аймақтар, қалалар санитарлық эпидемиологиялық ахуалы жақсы болғанмен, ата-ана баламды мектепке жіберуден жаңағы әзірше қашықтықтан оқуды таңдаймын деп шешетін болса, онда бұл ата-ананың шешімін қабылдап, ол оқушы қашықтықтан оқытуды жалғастыратын болады. Біздің қазір мына қосылып отырған уақытымыз манадан бері адам жиналғанын күткеніне байланысты уақыт аяқталып жатыр деп хабар келіп жатыр. Егер қазір ажырап кетіп жатса, қайтадан бірден қосыла қояйық, жақсы ма, әріптестер? Адамдар енді кіріп жатыр. Ары қарай сабақтар жалпы екі түрде жүретін болады. Біріншісі интернет арқылы. Бұл жерде 8 платформа бар. Бұл 8 платформаны жаңағы ата-аналар өздерінің жаңағы балалар оқитын жерден, сынып жетекшілерден танысып білуге болады, мектеп қай платформамен жұмыс жасап жатқандығы туралы. Және екінші түрі бұл теледидар арқылы, яғни еларна, балапан арналар арқылы білім алуына болады. Бұл 9 сағатқа дейін телесабақтардың көрсетілімін жаңағы бағдарлау арқылы білім алуды жалғастыруына болады. Сонымен қатар кезекші сыныптар, бұл жерде 1-4 сыныптар. Үзіліс бұл жерде әртүрлі болуы мүмкін. 3-4 сабақтан артық болмайды. 40 минуттық бір кабинетте және термометрия, сонымен қатар мана айтқандай 15 оқушының санынан аспауымыз қажет. Қатаң санитарлық талаптар. Бұл жерде қатаң санитарлық талаптар дегеніміз, мысалға, әр сынып жетекшісі немесе жаңағы пән мұғалімдері өзі қалай ұстау қажет. Ата-аналар балаларына қандай жаңа демеу немесе көмек көрсету қажет. Бұл жерде жаңағы арнайы маскалеріміз міндетті түрде оқушыға, егер ол жаңағы бір уақытта пайдаланатын маска болатын болса, оны алмастыруға мүмкіндік беретіндей маскалерді дайындап беріп жіберу. Арнайы жаңа мектептерде маска болмай қалған жағдайда оқушыға немесе ауыстыру қажет ететін жаңағы жағдай болып қалып жатса, арнайы маскалермен қамтамасыз етілуі тиіс. Сонымен қатар міндетті түрде оқушылардың мектепке кірместен бұрын жаңа қызуы өлшеніп тұру қажет. Және мектептің ылғалдандыру шаралары әртүрлі жаңағы ерітінділер арқылы тазаланып тұру қажет. Сонымен қатар сыныптың бөлмелері желдетіліп отыру қажет. Осының барлығын ескере отырып, әрине оқушылардың ара қашықтығында ескеріп отыруымыз қажет. Осындай қатаң талаптардың барлығын ескере отырып, 15 оқушыдан артық аспайтындай сыныпта, кезекші сыныптар ұйымдастырылуы мүмкін. Компьютермен қамтамасыз ету дейді. Енді осыған байланысты қазір мектептерде көп деген сауалдар, азғантай түсініспеушіліктер деген сияқты орын алып жатқан мәселелеріміз бар. Әрине, қандай жағдай болмасын, жаңа нәрсе болғасын, кез келген жерде мәселе болады, иә? Жақсы. Компьютермен қамтамасыз ету дейді. Әлеуметтік аз қамтылған отбасы. Бұл жерде кімдер алады деген сауалға жауап беріп жатыр, иә? Әлеуметтік аз қамтылған отбасы. Ерекше қажеттілігі бар балалар дейді. Бұл жерде жаңа өзіміз білеміз, сынып жетекші болсақ та, немесе өзіміз үйде тәрбиелеп отырған өзіміздің балаларымыз ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар болуы мүмкін. Осы балаларға беріледі ноутбуктар, компьютерлер, керек болса кейбір жаңағы модем құрылғылар беріліп жатқандығы белгілі. Сонымен қатар мектепке жол акциясына қатысып жатқан жаңағы оқушыларға беріледі. Сонымен қатар сұраныс бойынша мектептегі оқушыларға ноутбуктар, компьютерлер үлестіріліп беріліп жатыр. Ол үшін әрине мектепке келіп, арнайы жаңағы қабылдау бөлімінде өтініштерді жазуымыз қажет. Ары қарай мұғалімдер және оқушылар, сонымен қатар ата-аналар. Бұрынғы біздің сабақтың кезіндегі үй тапсырмасы, бетпе-бет сабақтың кезінде бізде үй тапсырмасы берілетін еді, иә? Қазір осының жаңағы орнына, қазір барлығын қабылдап жүрейін, оқу тапсырмасы деп атайды.
оқу тапсырмасы мәні бір, мағынасы, бірақ оны біз үй тапсырмасы деп айтпаймыз, оқу тапсырмасы деп атаймыз. Осыңыз есіңізде болсын. Егер мұғалім сіздің балаңызға, оқушыға оқу тапсырмасын беріп жатса, онда біз бұрынғы үй тапсырмасының беріліп жатқандығын аңғаруымыз қажет, білуіміз қажет. Бұл оқушылардың қалыпты жағдайда сыныпта жаңа тақырыпты бекіту кезінде беріледі, өткен материалды қайталау кезінде немесе үйде келесі күнгі сабақтарға дайындалу кезінде орындайтын тапсырмаларды қазір қашықтан оқыту жағдайында үй тапсырмалары, оқу тапсырмалары деп аталатын болады. Бір ерекшелігі, иә? Жазып алып отырсақ болады оқу тапсырмаларды. Даусымызды бәсеңдетіп қояйық. Бағалауға байланысты министрліктің 129 бұйрығында өзгеріс жасалып отыр. Бұны жаңа мұғалімдер немесе ата-аналар ескеріп жүрсеңіздер болады. Бұған байланысты бірнеше тағы да ақпараттар берілетін болады. Бұл жерде бағалау жүйесіне толықтырулар енгізілді. Формативті бағалау дегеніміз бұл күнделікті сабақтың ішіндегі бағалауға бұрын ешқандай балл қойылмайтын еді. Қазір осыған байланысты оқушының сабақ кезінде берілген тапсырмаларды орындауына 25%-ді құрайтындай етіп, оқушының білімі балдық жүйемен бағаланатын болады. Бөлімдер бойынша суммативті бағалау, әр бөлім бойынша берілген тапсырманы орындау. Даусымызды азайтып қояйық. 90 бойынша суммативті бағалау, оны сірә білеміз, бұрыннан бар нәрсе. 90-ды қорытындылау тапсырмалары бойынша 50%-ді құрайтын болады. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша ата-аналар мен оқушыларға арналған ұсынымдар. Енді бұл жерде біздер мана не үшін ата-аналар мен оқушыларды шақырып отырмыз? Ата-ана өзінің міндетін білу керек, оқушы өз міндетін бұл жерде білу керек. Қашықтықтан оқытылатын сабақ және олардың түрлері. Барынша тез айтуға тырысып тұрмын, себебі уақыт зумда тығыз, бірақ тағы да қазір уақыт аяқталып жатса, 3 минут қалыпты, қайтадан қосылуды ұмытпайық, иә? Қашықтықтан оқытылатын сабақ белгілі бір уақыт аралығында қашықтықтан сабақты ұйымдастырудың формасы. Мұнда мұғалім оқушыларға оқытылатын материалдың негіздерін меңгеру, тәрбиелеу және шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында олардың жеке және топтық іс әрекеттерін басқарады. Қашықтықтан оқытылатын сабақ оқушылардың өзіндік жұмыс жасау принципіне негізделген. Жалпы қашықтықтан оқытуға байланысты көптеген сауалдар, сұрақтар туындап жатыр. Не керек, қиын деген сияқты нәрселер. Бірақ бұл жерде ең бірінші біздің басты назарда ұстайтынымыз біздің үйіміздегі оқушымыздың, баламыздың қауіпсіздігі. Оның ауырып қалмауына өзіміздің бере алатындай, өзімізге жауап бере алатындай біздің міндетіміз оқушының денсаулығын сақтау, баламыздың денсаулығын сақтау. Сол себепті осындай қашықтықтан оқуға жағдайлар жасалу арқылы бірінші қыркүйектің ерекшелігі бұрынғы білімге қарағанда кішкене барлығымызға қиыншылықтар туғызып отыр. Бірақ барлығымыз бірлесе отырып осыны жеңуге тырысамыз. Ары қарай қашықтықтан оқытылатын сабақта оқушылар интерактивтік сабақтарды алдын ала орналастырылған арнайы интернет платформалардан алады. Бұны білеміз, өзіміздің мектептерімізде платформалар бар. Мектеп Едус мысалға, соның ішінде арнайы платформалар, оны алдыңғы жылда өздеріңіз көрдіңіздер. Тапсырмалардың барлығы сол жерде беріледі. Мұғалім қазіргі кезде бір ерекшелігі, ол жерде видео сабақ арқылы оқушыларға білім беруіне болады. Сонымен қатар тапсырмаларды бағалап, бағаларында сол жерден қарай аламыз, иә. Мұғалім оқушының жұмысын үйлестіреді, оқушылармен кері байланыс өткізеді және оқыту нәтижелерін бақылайды. Келесі тікелей хабардар тарату режимінде, яғни теледидар немесе радио бағдарламалар арқылы жүзеге асырылатын қашықтықтан оқытылатын сабақты айтамыз. Мұғалім өзіндік жұмыстың орындалуын бақылау және бағалау мақсатында телесабақты көргеннен кейін жанама түрде қашықтықта оқушымен өзара әрекеттеседі. Яғни қандай да болмасын телеарналар арқылы білім алатын болса, одан кейін міндетті түрде кері байланыс жасалып, мұғалім оқушыға тапсырмалар беріп отыруы қажет. Ата-аналарға арналған ұсыныстар. Мұқият тыңдайық. Бала үшін аса қолайлы жұмыс орнын ұйымдастырыңыз. Қашықтықтан оқыту кезінде мектеп режимін сақтаңыз. Мектеп режимінде отқанымыз ұйқыдан баланың уақытында тұруы, сабақтардың үзілістерін қадағалауымыз қажет, сонымен қатар оқу күнінің аяқталуы. Сыртқы келбет. Барлығымыз енді мектептен білім алып жүргендей, формалары оқушылардың міндетті түрде жұмыс орны, оқушыға кедергі келтірмейтіндей, ата-аналар мен отбасының өзге мүшелерінің мінез құлқы, осының барлығы баланың ыңғайлы жұмыс ортасына ұйымдастыруға
бағытталуы тиіс. Яғни айналадағы жаңағы шу, басқа да бөгде адамдардың жүруі, немесе жаңа баланың формасы, немесе жаңағы қарапайым нәрсе өзінің жаңа компьютері орналасқан жерде баланың ыңғайлы отыруы. Төртінші, баламен бірге айқын және түрлі түсті сабақ кестесін жасаңыз және оны оқушының жұмыс орнына қойыңыз. Яғни міндетті түрде оқушының жұмыс орнында оның сабақ кестесі тұру керек. Оны оқушы түсіну үшін оны әртүрлі түстерге де бояп көрсетіп қоюға болады. Ол енді өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Ары қарай ұсыныстардың бесіншісі бұл өзіндік тапсырмаларды орындау кезінде баланы психологиялық тұрғыдан сүйемелдеңіз. Яғни өзіміз байқап жүрміз, көптеген желілерден ата-аналардың жаңағы дауыстары, дыбыстары, оқушыларға деген жаңағы бұл даусымызды өшіріп қоя қояйық. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Сонымен өзіндік тапсырмаларды орындау кезінде баланы психологиялық тұрғыдан сүйемелдеңіз дейді. Яғни біз сонымен қатар балаға, оқушыға жаңағы психологиялық тұрғыдан шаршамауына, көмектесуіне, түсінбей жатқан жағдайы болатын болса, оқушыларға, өзіміздің балаларымызға көмек көрсетуіміз қажет. Қашықтықтан оқытылатын сабақ кезінде кесте бойынша баланың алаңдамауын қадағалаңыз. Одан кейін жұмыс кезінде баланың дұрыс отыруын қадағалау қажет. Яғни дұрыс отыру дегеніміз бұл жерде жаңа ноутбуктың алдында отыру, немесе жаңа компьютердің алдында дұрыс орналасуы, сонымен қатар жаңағы оқушының жаңағы қай қолмен жазады, мысалы оң қолмен жазатын болса, оң қолына, немесе солақай болатын болса, сол қолына кедергі жасамайтындай айналасындағы айналасына жақсы жағдай тудыруымыз қажет. Ары қарай, балаңыздың құрдастарымен дауыстарыңызды сөндіріп қойсыздар ма? Отқандар осы неме апай, ескі емес па мынау? Балаңыздың құрдастарымен араласуының маңыздылығы туралы ұмытпаңыз, бірақ баланы интернет желісіндегі артық ақпараттан шектегеніңіз абзал. Жақсы. Жетекші қол жағынан мана айтқан әдетте оң қол жақта балаға қолмен жұмыс жасауына, қағазда жазуына орын қалдырылуы қажет. Қашықтықтан оқыту жағдайында оқушыға қойылатын минималды талаптар қандай? Бірінші, компьютерді пайдалану дағдысының болуы, мәтінді теру және сурет салу дағдылары, оларды компьютердің сыртқы жадысында сақтауы, файлдарды архивтеу және архивтен шығару, сонымен қатар электронды поштаны пайдалана білу, Zoom, Google Classroom немесе Microsoft Teams, күнделік KZ, білім Land KZ платформасын және мобильді қосымшаларды пайдалана білу. Ары қарай, балаларға қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру туралы ата-аналарға арналған жадынама бар. Манағы біздің жоғарыда айтып кеткен жаңағы оқушыға қалай көмектесуіміз қажет, оқушылардың айналасы қалай ұйымдастыру қажет, бөгде заттардың болмауы, оның ішінде жаңағы бөлмедегі жарықтың дұрыс түсуі, осылардың барлығын қадағалай отырып, сонымен де ең маңызды нәрсе оқушының интернетте дұрыс желіде отырғандығы, немесе сабақ бойынша материал қарап іздеп жатқандығын біздер қадағалап отыруымыз қажет. Артық сайттарға немесе почтада келген артық жаңағы таныс емес ақпараттарға кірмеуін қадағалап, осылардың барлығынан хабардар болуымыз қажет. Себебі қазір бөгде сайттар көп, сонымен қатар вирустар да білесіздер көп. Бұл жаңа баланың ары қарай оқуына қиыншылық алып келуі мүмкін. Сондықтан да немесе басқа бір ақпараттардан мәлімет алмауына осылардың бәрін қадағалап отыруымыз қажет. Енді балаларға арналған бұл жерде жадынама бар. Балалар бұл жерде жаңағы өзіміз білеміз. Компьютердің қаншалықты немесе жаңағы айтқан ноутбуктың зиян екен. Тіпті мына оқушыларымыздың, өзіміздің балаларымыздың үйде жүргендегі телефонды тыс жаңағы шектен тыс қолдану бар, иә? Таңертеңнен кешке дейін телефон ұстап жүреді. Осы кезде оқушылардың көзіне арналған жаттығулар деген бар. Осылардың барлығын жаңағы баланың, үйдегі баламыздың сабағы аяқталды ма, содан кейін міндетті түрде көзге арналған жаттығуларды, немесе оқушының қандай да болмасын дене жаттығуларын жасауға,
таза ауамен демалуға, жаңа үзіліс кезінде су сияқты өзінің жаңа керек жаңағы нәрселердің барлығын қамтамасыз етуге тырысуымыз қажет. Сонымен қатар гигиеналық талаптар еді, бұл жерде жаңа мектеп формасының сақталуы, жаңа баланың өзінің жаңағы сергіп отыруы, сонымен қатар жаңағы тазалықты сақтау сияқты нормалардың барлығын үйден қадағалап отыруымыз қажет. Бұған бала да дайын болу керек, сізде осыған қадағалауды тоқтатпауымыз қажет. Осы қысқаша біздің вебинарымыз бойынша жаңағы айтыла кететін нәрсе, жаңа нәрсе бұл жерде мына айттым, санитарлық эпидемиологиялық ахуалға байланысты әлі де күнде өзгерістер болып отыруы мүмкін. Бұл өзгерістердің барлығын біз арнайы сайттардан, білім бөлімінің сайтынан, немесе біздің өрлеу, Маңғыстау өрлеу деген сайт бар, сол жерден жаңалықтармен танысып отырсаңыздар болады. Сонымен қатар манағыдай жаңа терминдер бар, үй тапсырмасын қалай айтатынын қазір осылардың барлығын есте сақтап отырғанымыз абзал. Егер де қандай да болмасын болса, өзіміздің жаңа сынып жетекшілерімізге, пән мұғалімдерімізге хабарласып, әрдайымда бірге жұмыс жасауымыз қажет. Айман Болатқызы, сізге сұрақ қоя аламын екен? Ал қойып қараңыз. Аха, сіз қазір енді мен балабақшадан соғып тұрмын, мына мектептің жағдайын айтып жатсыз. Балабақшада онлайн қалай оқытылады? Балабақшада онлайн, бұл жерде дежурный сыныптар әлі белгісіз, хабар келіп жатыр, жалпы күнде өзгеріп отырады. Кезекші топтар ашылуы мүмкін. Бірінші сыныпқа ол әлі де ашыла жатады. Кезекші топтар ашылатын болса, ол жерде жаңағыдай айтқан 15 баладан артық қабылданбайды. Жаңағы санитарлық эпидемиологиялық жағдайлардың тұрақталуын ескере отырып, бұл әлі де өзгереді. Егер баланы қабылдап жатса, оған міндетті түрде манағыдай өзіңіз де қадағалаңыз. Баланың ыстығының көтермеуін, жаңағыдай топтың ішінің дайын болуын, осылардың барлығын қадағалап, жайлап сабақты, сонымен қатар жаңа балабақшадағы балаларды қабылдауда өзгерістер болуы мүмкін. Жоқ, оны түсініп отырмын. Мысалға, ертең балабақшада кезекші топ ашылмаған жағдайда біз ересек тобын кеше 345-ші бұйрықта мысалға ересек топпен мектепалды даярлық деп тұр, иә? Онлайн оқытылады деп та, ересек топтың балдарын мысалға біз онлайн оқытамыз да, осылай WhatsApp, қай платформада болса да. Манағы екі платформаның екі түрін айттық қой сабақты өткізудің, иә? Біреуі жаңа телеарналар арқылы дедік, екіншісі осындай жаңа платформалар арқылы оқыту дедік. Бұл жерде жаңа платформалардың қайсысы сіздің балабақшаңызға жаңағы немесе өзіңіздің ата-аналарыңызға тиімді? Мысалға біреулер бар, үйінде жаңағы телеарналар арқылы оқи алмауы мүмкін. Себебі онда мысалға ол телеарналар көп жерде болмауы да мүмкін. Сол себепті ата-ана қайсысы ыңғайлы дейді. Мысалы WhatsApp желісі арқылы ыңғайлы болатын болса, онда WhatsApp желісі арқылы арнайы бір жаңағы оңай тапсырмаларды беру арқылы жаңағы қашықтықтан оқытуды жүзеге асырсаңыз болады. Оны өздеріңіз таңдайсыздар, екі түрін. Аха, иә, ата-аналармен біз енді жаңа сөйлескенімізде бәрі де WhatsApp желісін қолдау қалап отыр, иә. Сосын және де мен сұрайын дегенім, тақырыптар мысалға сабақ білім беру саласы бойынша да, мысалы 5 білім беру саласы бойынша біз барлығын қамтимыз ба? Иә, барлығын қамтайсыздар. Барлық материалдар қамтылу қажет. Ешқандай материал болмау қажет. Бұл жерде баланың білім алуы қазіргі жаңағы өзіміздің жоспарымыздағы тақырыптардың барлығының қамтамасыз етілуін біздер осылардың барлығына жағдай жасауымыз қажет. Әрине бұл жерде манағы айттым, үй тапсырмасына енді балабақшада кішкене ерекшеліктері бар. Қайталауға тапсырмаларды беріп отыруымызға болады. Енді мұнда мысалға балабақшада мысалға біз мүсін жеу, сурет салу, жапсыру дейтін нелер бар ғой шығармашылықта, оқу қызметтері. Мысалға бізде ересек тобында мысалы қайсымен жұмыс жасайды, сол кезде мысалы қалай болады екен олар? Ата-анамен бірігіп отырып, әрине қиын жағдай. Бәріміздің де басымызда осы жаңағы ахуалға байланысты көптеген сұрақтар бар. Қиын жағдай, бірінші рет болып жатқан жағдай елімізде. Соған байланысты бұл жерде ата-ана міндетті түрде оқушының қасында жаңағы бірге болу қажет. Бірге болу қажет, бірге орындау қажет. Сонымен қатар жаңағы үй тапсырмалары бұл жерде жаңағы қиындылардың барлығын WhatsApp желісімен жасайтын болса, жұмысты сол жерде суретке түсіру арқылы, кері байланыс жасау арқылы оқушының жұмыстарын
жаңағы жұмыстармен танысып отырасыз бұл жерде. Себебі бұл жерде міндетті түрде кері байланыс болу қажет. Балабақша болсын, жаңағы мектеп болсын, оқушының жұмысының жаңағы қаралмай жатқандығын немесе жаңағы маңызды екендігін оқушы өзі бала өзі анықтап. Кері байланыс міндетті ғой, иә, сонда Иманболатқызы? Иә. Аха, жақсы, рахмет, түсінікті. Жақсы. Олай болса көп уақытымызды созбай ақ қояйық. Артынан тағы да WhatsApp желісімен өзіміздің жаңағы тренерлеріміз бар, жетекші, сұрақтарымызды сол жақтан жалғастырамыз. Барлығыңызға қатысқандарыңызға көп рахмет. Әлі де жаңалықтар өзгереді. Әлі де осы қыркүйек айының басталғанына дейін біздің жаңағы айтып тұрмын ғой, санитарлық эпидемиологиялық жағдай ол тұрақты емес. Жаңағы бірде адам саны азайса, бірде қайтадан көбейіп отыр. Соған байланысты өзгеріп отырады. Хабарда, сонымен қатар жаңағы білім саласында да өзгерістер болып отырады. Осыған байланысты барлығымыз ақпарат желілерімен бір-бірімізбен жаңағы тілдесіп, сөйлесіп, сұрап дегенде мектептерімізге, балабақшаларымызға келіп жатқан хаттар бар. Осыған байланысты бәріміз хабардар болып тұрғанымыз жақсы. Ең бірінші осы жерде басты назарда ұстайтынымыз біздің болашақ ұрпақтарымыз. Сол себепті олардың денсаулықтарын ойлауымыз қажет. Сол себепті қазір барлығымыз бірдей қашықтықтан оқытуда ата-ана, оқушы, мұғалім, балабақша тәрбиешісі жұмыла жұмыс жасайық дегім келеді. Осымен вебинарымызды бүгінгі аяқтайық. Сау саламатта болыңыздар. Тағы да болашақта ары қарай вебинарымыз әртүрлі тақырыптарда жалғасын таппақ. Иманболатқызы, кешіріңіз, мен жаңа кішкене кеш қалып кіріп едім ғой. Мына слайдыңызды бастан бастап не істейсіз ба? Скриншоттап алсақ бола ма? Скриншоттап алсақ болады, болмаса тәрбиешілердің немесе мектептердің, ата-аналардың, сынып жетекшілердің почталарына жіберейін. Сіздің жаңағы балабақша ма, сіздікі? Облыстық санаторлық мектеп-интернаты. Жақсы, WhatsApp желісіне жіберем, сол жерден жаңағы осы слайдты алсаңыздар болады. Аха, рахмет, онда сау болыңыз. Сау болыңыздар. Көп рахмет, көп мағлұмат алдық.